Ерақат түргет қалды. Бүгінгі рубрика Еділдің сұрақтары деп аталады. Балалардың қазір мектеп кезіндегі программаны ұмытты ма, ұмытпады ма, бітіргендеріне 6 жыл болған үш көреміз. И діни сұрақтар тоже болады. Қазір бірінші тарих болады, потом географиядан қоям, и үшінші діннен қоям. Так, жауап бересіңдер, кім бірінші қолын көтереді, сол кім үлгереді, сол короче жауап береді. Басты жүлде бір сникерс па? Басты жүлде бір сникерс. Кім ұтады, сол ұтады ғой, короче. 6 жылда бір сникерс қалай болады? Ай бұл. Төбелесіп жатпайды. Мәді столмен киген жатты. Мен көбірек қозақын бірге салмай аза не дарылы кет. Так, бірінші тарихтан. Бірінші сұрақ оңай. Қазақ хандығы қай жыл құрылды? Азамат. 1463-1466. Дұрыс. Андай подробно айту керек па? Жоқ. Кім олды ал? Деген сияқтыларын айту керек па? Жоқ, керек емес. Керек емес. Кереймен және деде бір бал дейді. Маған бір бал бересің дейші. Или үйден шығып кетіңдер дейші. Так, екінші сұрақ. Хақназар хан билікте қанша жыл отырды? Мәди, бірінші көтер. 40. Дұрыс. Үшінші сұрақ, сәл қиынырақ. Орбұлақ шайқасы қай жыл болды? Орбұлақ? Мәди, Азамат. 1643. Мәди, дұрыс. Голощекин ұсынған идея. Қол көтеріп жауап береміз. Бірінші сөзін айтайын, екі ақ сөз. Бірінші сөзін айтам. Кіші. Қалай дедің? Кіші қажылық. Слава. Кістер болды. Не баршы? Кіші Қ. Кіші құрылыс. Айдың аты. Кіші қазан. Кіші қазан идеясын соңында. Көмектесіп кеттіңіз. Следующий буква деген Так, келесі сұрақ. Қазақ хандығының негізі қай жерде қаланды? Азамат бірінші. Қазақ хандығы 1463-1466 жылы Керей хан мен Жәнібек ханның бастауымен Шу және Талас өзендерінің бойында. Дұрыс. Қозыбасы. Қозыбасы дейді жерде. Моғолстан. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Так, давай, келесі сұрақ. Тәуке ханның заңдар жинағы. Ерақа. Шекчарды. Дұрыс. Біреу бар ма? Бар, санау отырды. Ержан бір деп қойды осы. Ең алғаш исламды қабылдаған Алтын Орда ханы. Ерақа. Білмейді екенсің ба? Шейх Ислам деп досым. Жоқ, Шейх Арслан. Жоқ. Өзбек хан. Жоқ. Алтын Орда ма? Алтын Ордада ең алғаш. Ерақа дұрыс, Берке хан. Так, кеттік. Досым бұл енді басы қозғалып отыр. Енді оңай сұрақ. Абылай хан билік құрған жылдар. Азамат. 1771. Сосын? 1781. Дұрыс. Мен білген. Азамат айтсын. Так, Қазақ хандығынан біттік. Енді географиядан. Бірінші сұрақ Азамат жауап бермейді. Данияның астанасы. Копенгаген. Қалай? Копенгаген. Дұрыс па Азамат? Дұрыс. Мен білмеймін, сол айтты маған, сол сұрақты қой деді. Чатасады деді. Жоқ, просто Данияның астанасына көбісі чатасады. Там типа Осло деп жатыр, Норвегияның астанасына айтеріп жатыр. Примерно айтқан. Қазақстанның ең төменгі нүктесі. Мәди бірінші көтір.
Америка. Жоқ. Западта. Батыста ғой я. Қара деген сөз бар ғой кетеді. Батыста я. Қара ойпат па? Ойпат ойпаты ма? Жоқ. Мәди. Қарақия. Азамат. Қарақия ойысы -132. Так, келесі сұрақ. Қазақстандағы ең ұзын өзен. Ержан. Ұмыт қалдың. Кім? Нұрбек. Есіл. Сырдария. Жоқ. Мәди дұрыс, ертіс. Мәке қанша болсын де? Мен жағы есілден. Қазақстандағы ең үлкен шөл дала. Шөл дала? Не, пустыня. Азат. Алмас қалай? Сарыарқа? Бетпақ дала емес. Жоқ. Мойынқұм? Жоқ, қол көтеріп жауап беріңіз. Қалдырған Шөл ма? Дала? Иә, шөл. Пустыня. Жоқ. Мен қылаймын. Баста келген. Вариант қана дос бар. Аха. Қайол Бозжыра дейміз ба? Жоқ. Қазақстан қай аймағында орналасқан? Білмеймін. Чоржыға кетіп бара Бетпақ дала? Мен де соны ойлағым бар. Бірінші әрімді айтайын ба? Жоқ. Шөл дала деген. Мен ойынша батыс жақтың бір жағы сияқты. Маңғыстау жақ сияқты ма біле? Қызылорда жақ па? Қызылорда қымдып қой. Просто сол Қызылорда шығады ғой дейші. Оңтүстігінде қойса. Досым, қандай нені айтсай досым? Облысты айтсын ба? Примерно. Білмей тұрмыз. Досым, мен білмеймін. Сен білесіңдер ме? Білмейміз. Бірінші әрін айтсын. Бірінші әрін, екінші Иә. Өзбекстан шекарасымен не беттесетін. айттым ғой сол Қызылорда мен Шымкент жақ. Қызыл әскер. Жақын қалдыңшы, жақын. Қызыл әскер. Қызылқұм. Қызылқұм. Так. Давай, тоқта, балдар бір уточнять етіп алайық, жер қасында. Менде 5 балл. 2. Нұрбекте 1. Сен жаңа жауап бердің ғой. 0. Әй, жаңа бірдеңе деп жауап бердің ғой. Қате болды. 81 деп. Мәкеде 4 балл. Так, келесі. 7000 аралдан тұратын ел. 7000 аралдан? 7000-нан астам. 7000-нан астам. Неге 7000-нан көп? Мәди. Канада? Жоқ. Великобритания. Жоқ. Арал. Арал? Арал. Мемлекет емес па? Мемлекет. Онда Америка. Тоқта, Нұрбек. Исландия. Жоқ, ей. Жапония? Жоқ. Индонезия. Жоқ. Таиланд, Малайзия. Жоқ, ей, тоқта, қол көтерім. Жаңа Зеландия. Жоқ. Австралия. Жоқ, алай. Филиппины? Дұрыс. 7000 арал. 7000-нан көп, 7671 ма сондай бірдеңе. Осында үй сияқты жерлерде. Мен Индонезияға деп ойлағам. Ең биік водопад. Анхель. Мәди бен Анхель дұрыс. Венесуэлада. Тірілер отырш кішкене. Қолын көтеріп. Так, келесі. Ең активті және ең биік вулкан. Қай елде орналасқан? Климат жағы. Жоқ. Жапонияда? Жоқ. Жоқ. Қол көтер. Помпей. Аты қиын, просто қай елде екен хотя бы айтсаңдар. Елдің жаңа неде шекарасында жатқан. Мексикада емес па? Жоқ, Мексика емес. Бірақ сол жақтар. Перу, жоқ. Уругвай. Жоқ. Елде емес, не вулканның аты. Бразилия. Вулканның аты сәл қиын.
сол хотя бы ел, елді айтсаң. иә, елді айтсаңдар четко болады. Угадать- Екі ел, хотя бы екі елдің біреуін табыңдаршы. Угадать ету жоқ, оңтүстік Америкада ма? Иә, Оңтүстік Америка. Аргентина. Дұрыс. Аргентина мен Чилидің несінде орналасқан. Алдында көр қайтып Оқыған мен. Охос дель Саладо деген 6893 метр биіктікте. Әлемдегі Ең биік, ең активный. сабақ оқыған сияқты енді түсінады. Так, мына тоже қызық вопрос. Қай өзен ең көп елдің шекарасымен өтіп, ағып өтіп жатыр? Нөл. Кім дұрыс? Нөл. Қанша ел примерно білмейсің ба? Египеттен өтетін бар. Дұрыс. Иә, дұрыс. Неден 11 Африка елінен өтіп жатыр екен. Ең жаңа площадь бойынша не шөлді білесіңдер ғой, Сахара. Содан кейінгі ең үлкен шөл. Ержан бар. Гоби. Қай елде орналасқан? Монғолия. Монғолия және Қытай. Аха, дұрыс. Бесеу болды. Спасибо. От алып отыр. Так, кішкене сұрақтың соңына кеп болдық дін бойынша. Дін бойынша сұрақтар. Бірінші оңай сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қай жылдары өмір сүрді? Кім қолын көтереді? Қол көтеріп жауап береді. 571, 630. 632. 571, 632. Йоу, аяқтыл дейті. Так, келесі сұрақ. Көріп отырсаңыз, кешіріңіз. Дәретте неше парыз бар? Ержан. Төрт парыз. Дұрыс. Жұма күні оқылатын сүре. Азамат. Кәх сүресі, дұрыс. Кит жұтып қойған пайғамбар. Юсуф. Ержан. Жоқ. Юнус. Дұрыс. Угадать ет. Ең алғаш түскен сүре. Мәди. Дұрыс. Иқрама. Так. Келесі сұрақ. Жоқ бүгін сесін. Технично. Я Алла елшісі, ата-анам сенің жолында құрбан болсын деген сөзді ең бірінші айтқан кім? Ата-анам ба? Я ата-анам сенің жолында құрбан болсын. Сахаба. Қай сахаба? Пайғамбарымыздың қолында өскен сахаба емес пе? Атын айтыңдар. Примерно дұрыс па? Жоқ. Сахаба ма ол? Иә. Енді ол пайғамбар сасан көрген адам сахаба. Зубайр ибн Аввам. Бәрекелді, мәке дұрыс. Машалла. Келесі сұрақ. Мынау оңай сұрақ. Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аты қанша рет аталды? Аталды? Иә, қанша рет аталған? 27, 28 рет. Мәди. Бірінші қол көтер. 2 рет. Жоқ, дұрыс емес. 30. Жоқ, дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қанша рет аталды? 5 рет емес. Кім айтты? Сен айттың ба? Мәди. Сен аузың жыбырлап қалды. Мәке сен айттың ба? Дұрыс. 5 рет пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммед деп неған, потом 1 рет Ахмет деп. Иса пайғамбар қанша рет аталған аты Құранда? Иса алейхиссалам. 20. 20-дан іздеңдер етті. Дай, қол көтеріп айтамыз. Мәді азам алма. Дұрыс, 25. Болды санен. Кімде қанша болды? Ерақа. 6. Менде жетеу. Сен. 20 қалған. Білмеймін. 25. Көп болды ғой. Мәкең негізі үшеу ма, төртеу ма бер? Мәкең, иә, негізі менің ойымша Мәкең асып кеткен бәріміз өйткені. Ол география мен Қазақстан тарихының өзімен менен екеу ғана қалып келатқан. Мен бір неге ғана жауап бердім. Соны примерно 3-4 сұраққа жауап бердім. Нұрбек?
дінмен жүріп тұр Не болды мынау? машалла құтты болсын андай сникерс Сникерс құтты болсын. Сникерс қайда? Сникерс мұбарак. Сникерс. Нұрбек мен сұрап қойды. рахмет деді көп осындай Бүгінгі рубрика. Айтайын өзің сен айтасың. өте күшті болды отзыв қой енді шынайы отзыв короче ештеңесіз андай дайындықсыз түсірілген сұрақтарды жасап рахмет андай діни білімімізде география және қазақстан тарихын андай бір еске түсіргенімізге рахмет Келесі жолы Мен біраз нәрсе үйрендім. Мен бұдан сауал алдым. болмаса сен қайтып айтшы сахарадан кейінгі шөлді қайтып айтшы Габи. болды енді білеміз келесі жолы сенің сұрақтарыңа қаттырақ дайындалатын боламыз Если мына видео атып атса, тағы түсірейік иншалла. Лайк басамыз да кім лайк баспайды, мамасын жақсы көрмейді. берік аға кешіріңіз бізді